басым ауырады деп баратын, басым ауырады, а оказывается, все мына шеядан екен. Мына жерден былай басқа шейін барады ауырғанда. Конечно, он не лечится, риногорожденный дегеннен кейін әрине настроение түседі. Сирингомиелия сирек кездесетін жұлын ауруы неден пайда болады? Жұлынның ортаңғы каналына, жұлынның ішіне мидың сарысуы жиналып, жұлын сол себепті қысылып өз жұмысын атқара алмаған жағдайды сирингомиелия деп айтады. Яғни жұлынның ортасындағы канал кеңейіп, сол жерге сарысу жиналып қалады. Сирингомиелияның 80%-ның себебі аномалия Арнольда-Киари деген ауру түрі. Қалған 20%-на жұлынның ісігі, травма және басқа себептерден болады. Жұлын қызметіне кедергі келтіретін киста емдеуге келе ме? Многие считают, что это заболевание не оперируется, не лечится. Көпшілік бұл ауру емделмейді, ешқандай операция жасалмайды деп ойлайды. Бірақ бүкіл әлемде және біздің орталықта сирингомиелиялық кисталарға операция жасалады. Басыңыз жиі ауырып, қолыңыз температураны сезбесе, бұл күрделі дерттің белгілері болуы мүмкін бе? Егер ауру жұлынға қатысты болса. Армысыздар, эфирде диагноз бағдарламасы бүгін сирек кездесетін жұлын ауруы, сирингомиелия жайында айтамыз. Сиринг сөзі грек тілінен аударғанда сыбызға немесе түтік, ал миелия ми дегенді білдіреді. Жұлында болатын сирингомиелия ауруының атауы содан шыққан. Жұлынның ортаңғы каналына, жұлынның ішіне мидың сарысуы жиналып, жұлын сол себепті қысылып өз жұмысын атқара алмаған жағдайды сирингомиелия деп айтады. Яғни жұлынның ортасындағы канал кеңейіп, сол жерге сарысу жиналып қалады. Сирингомиелияның алғашқы белгілері бұл аяқ-қолдың ұйып жансыздануы. Ауру салдарынан сезімталдық төмендейді. Адам температураны да сезбей қалуы мүмкін. Мысалы, осы дертке шалдыққан науқас қатты ыстық ыдысты ұстап, қолының күйіп қалғанында байқамауы ғажап емес. Сирингомиелияның 80%-ның себебі аномалия Арнольда-Киари деген ауру түрі. Қалған 20%-на жұлынның ісігі, травма және басқа себептерден болады. Статистика бойынша Арнольд-Киари аномалиясы 100 мың адамның кем дегенде 2-інде, көп дегенде 8-інде кездеседі. Кей өңірлерде бұл көрсеткіш одан да жоғары. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласында сирингомиелиялық кистаға жылына 150-ге жуық операция жасалады. Арнольда-Киари алғашқы белгілері 25-40 жас аралығында сирингомиелия болып қалыптасады. Уақытында емдемесе, егер уақытында операция жасамаса, науқастардың 90%-ында неврологиялық дефицит дейді, яғни аяқ-қолының әлсіреуі, белгілі бір қызметтерді атқара алмауы, науқастың басының айлануы, басының ауруы, осының бәрі 80-90% көлемінде мүгедектік алып келеді. Арнольд-Киари аномалиясының себептері әлі анықталмаған, бірақ жүктілік кезіндегі инфекциялар, экология және генетикалық ауытқушылықтар осы дертке әкелетін негізгі факторлар ретінде айтылады. Сирингомиелия ауруының белгілері пайда болғанда, алғашқы 1-2 жылда дұрыс ем қабылдау өте маңызды. Уақытылы көрсетілген көмек мүгедектіктен сақтап қалуы мүмкін. Әлемдік статистика бойынша, егер науқас алғашқы белгілері пайда болғаннан бастап санағанда 1-2 жылда дәл осы Арнольда-Киари сырқатымен айналысатын дәрігерге қаралып, уақытына керекті емін алып, жасау керек операциясын жасаса, онда неврологиялық дефицит ары қарай дамымайды. Сирингомиелияның басқа да белгілері болады. Мысалы, сезімталдыққа жауап беретін жүйке талшықтары зардап шеккенде қимыл қозғалыс бұзылады. Мамандардың айтуынша, бұл ең алдымен қолдағы әлсіздіктен білінеді, ал уақыт өте келе аяқтарға таралады. Жұлын қысылғандықтан ондағы сарысу айналымы бұзылады. Сирингомиелиялық кистаның қалыптасуы содан дейді дәрігерлер. Жалпақ тілмен айтқанда, жұлынға сарысу жиналып, оны қыса бастайды. Яғни осы органның қызметіне кедергі келтіреді.
Аномалия Арнольда Киари, сирингемиялық киста деген аурулардың қалыптасу себебі ми мен жұлынның қосылған жерінде, яғни желке мен бірінші мойын омыртқаның қосылған тұсында қысылып қалады деп саналады. Яғни ми бас сүйегіне сыймай жұлынға қарай миышықтың біраз бөлігі шығып тұрады. Желке сүйекпен бірінші омыртқаның тұсында жұлын қысылып қалады. Операция үстелінде жатқан науқастың жасы 59-да. Оны ұзақ уақыт бойы бас ауруы мазалаған. Бірақ медициналық тексеруден өтпей жүре берген науқастың дерті де асқынып кеткен көрінеді. Ал емханаға барып тексеруден өткенде алдымен оған мойын омыртқасының остеохондрозы деген диагноз қойылған. Тек компьютерлік томографиядан кейін бұл науқастың сирингомиелияға шалдыққаны анықталыпты. Кистаның көлемі үлкен болғандықтан ақ халаттылар уақыт созбай операция жасауды ұсынған. Біз қазір науқастың желке сүйегін және бірінші омыртқа тұсындағы қысылу себебін ашып жатырмыз. Яғни жұлынның ми мен жұлынның қысылған жерін кеңейіп жатырмыз. Бұл осындай сирингемиялық киста кезінде жасалатын бірінші саны жағынан ең жиі жасалатын операция. Мұндай сәтте дәрігерлерге арнайы микроскоппен сүйектің бір бөлігін алып тастайтын медициналық бұрғы көмекке келеді. Сол арқылы науқастың желкесіне декомпрессия жасалады. Шамамен 1,5 сағатқа созылатын мұндай операция емдеудің жеңілдеу түрі болып есептеледі. Бұл науқас үшін жақсы, бірақ адам уақытында дәрігерге барғанда ғана жеңіл ем жасау мүмкін екенін ескеру керек. Өйткені сирингомиелиялық киста асқынған жағдайларда операция әлде қайда күрделі болады. Егер мына желкесінен ашқанда көмек түспейтін болса, немесе басқа да көрсетілімдеріне сәйкес бұл операция көмек түспейді деп шешсек, онда операцияның екінші түрі жұлын ішіндегі жаңағы сирингемиялық кистаны дренирование дейді. Яғни кистаны ашып, сол жерге киста жиналмас үшін трубка қалдырып кетеміз, дренаж қоямыз. Бұрынғы кездері осындай диагноз анықтайтын мүмкіндік болмаған себепті Арнольд Киари аномалиясы, сирингомиелиялық кистасы бар науқастар мүгедектікке шалдығып, жазылмай өмір бойы сал болып қалған. Ал қазір диагностиканың арқасында дер кезінде операция жасап, адамның денсаулығын сақтап қалуға мүмкіндік бар дейді дәрігерлер. Бірақ барлық жерде емес. Өкінішке қарай сирек кездесетін жұлын ауруы жайында кейбір дәрігерлердің өзі де білмейді. Многие считают, что это заболевание не оперируется, не лечится. Көпшілік бұл ауру емделмейді, ешқандай операция жасалмайды деп ойлайды. Бірақ бүкіл әлемде және біздің орталықта сирингомиелиялық кисталарға операция жасалады. Осыдан 10 жыл бұрын біздің орталықта ем алған науқастарды өздеріңізде көрдіңіздер. Біздің тәжірибемізде осындай операциядан кейін сал болып қалған науқас болған жоқ. Яғни нәтижелері жақсы. Көп дәрігерлер, өкінішке орай біздің әріптестерімізде аномалия Арнольда Киари ешқандай емге жатпайды, операцияға жатпайды деген түсін қалыптасқан. Бүгінгі заманғы медицинаның дамуы бұны жоққа шығарады. Әрине, Арнольда Киари әсіресе сирингомиелиялық киста қазіргі кезде емделеді. Сирингомиелияға шалдығып, соңғы 2 жыл бойы ауыр дерттен әбден қиналғандардың бірі Жайнагүл Нұрғалиева. Оның диагнозын айтарлықтай тез анықтаған. Тек сол диагнозды қойған дәрігерлер бұл ауру емделуге келетінін білмеген сыңайлы. Бұл 2018-де қойылған, негізі это врожденный дейді, не лечится дейді. Потом 2 жыл мучилась, только дневный стационар только принимать етіп, сол все. Потом недавно, осы декабрьге қарай, МРТ өтіп, консультация өтіп нейрохирургтан, что это лечится, что можно лечить. Сіз бұрын бұл аурудың емделетінін білген жоқсыз? Жоқ, білген жоқ.
Басында қаралған дәрігерлері Жайнагүлге сирингомиелиялық киста емделмейді деген соң кейіпкеріміз шыдап жүре берген. Күндізгі стационарда массаж бен кішігірім процедураларын алып бар емін сонымен шектеген. Тек сирек кездесетін синдром Жайнагүлдің жанын қысып, қатты ауырта бастаған соң ғана ол қосымша тексеруден өтуді жөн көреді. Осылайша ұлттық нейрохирургия орталығына келіп, сирингомиелиялық кистаға операция жасалатынын осы жерден бірақ анықтайды. Кейін кезде осы қатты үдеп кетті. Басын айналады, аяқтарын үйейді, кішкене кашель пайда болады, и затруднение. Өткенде жұтынғанда кішкене ауырады. Любой стресста жаңағы басқа тиеді жаңағы. И уже сонда басын айналып, сознание теряешь. Сондай состояние ешен барды, содан МРТ өтіп, осы нейрохирургтардың, специалисттардан совет алып, консультацияға келіп, что ол емделеді деп айтты. Аталмыш ауруға операция жасалатынын естігенде Жайнагүл бірден келсет. Өйткені дерт онсыз да асқынып, өмір сүруім қиындап кеткен еді дейді ол. Жұлын төмен жақта, бел омыртқа жақта бекітіліп тұрады, асты қарай қатты тартылып тұрған себепті миышық жұлынға қарай, жұлынның орнына миышық бірінші, екінші мойын омыртқа қарай түседі деп саналады. Ол осындай жағдайда жасалатын екінші операцияның түрі. Аллаға шүкір, шынымды айтайын, осы 2-3 күн болды. Кішкене жөтелде кетті, жұтынуда жақсы. Состояние хороший, шын. Бұрын бүйтіп даже болады ғой, но тісіңді жоғанда аузын шаясың ғой, уже басын айналып кетеді кішкене. Қазір бәрі орнына келіп келе жатыр. Сирингомиелияны хирургиялық емдеу жүйке талшықтарын қысатын кистадан жиналған жұлын сұйықтығының ағып кетуін қамтамасыз етеді. Оған кистаны шунттардың көмегімен ашып, арнайы түтікше орнату арқылы қол жеткізуге болады. Осылайша киста көлемі азаяды, сезімталдық қалпына келеді. Осы Арнольд Киаридің бірден бір себебі бұл туа біткен ауру деп саналады. Екінші себебі босану кезінде әлде туғаннан кейін травмаға байланысты бірінші омыртқа мен мидың бас сүйегінің қосылған жерінің тұрақсыздығынан, нестабильность дейді, тұрақсыздығынан барып қалыптасады дейді осындай жағдай. Әртүрлі пікір бар, бірақ негізгі пікір туа біткен деп саналады. Басым ауырады деп баратын, басым ауырады. Оказывается, все мына шеядан екен. Мына жерден былай басқа шейін барады ауырғанда. Конечно, он не лечится, это рожденный дегеннен кейін әрине настроение түседі. Кейін кезде вообще ол қысылған кезде өте қиналып кеткен кезде қатты. Вот лечится дегенде вот қуанғаным енді. Енді алдағы уақытта Жайнагүлді физиотерапия, емдік дене шынықтыру және оңалту күтіп тұр. Оның көлемі мен мерзімі әдетте науқастың жағдайына байланысты. Біреуге қалпына келу үшін бірнеше жыл қажет, ал енді бірі айтарлықтай тез аяққа тұра бастайды. Тек уақытында ем жасалса болғаны. Сиринг деген түтік, яғни жұлынның ортасында жұлынның сарысуы, ликвор ағатын жол бар. Соның гидродинамика дейді, ликвордың айналу мүмкіндігі шектелгеннен кейін, ақ жерде жұлынның ортасында колба сияқты түтікше пайда болады, сарысуға толған. Сол жұлынды қысқалады. Хорошо, как Отлично ваше? выглядите. Спасибо, стараемся. Практически сколько лет? 9. 9 лет после этого. 9, 12-й, да, год был? Да. Ал бұл Зарина есімді келіншек осыдан 9 жыл бұрын елімізде алғашқылардың бірі болып жұлынына операция жасатқан. Оның да диагнозы сирингомиелиялық синдром. Всю жизнь меня, в принципе, ничего не беспокоило. Я никогда не Өмір хотела. бойы менің денсаулығым сыр берген емес. Кішкентай кезімде де, бой жеткенде де, тіпті ересек кезімде ауырған емеспін. Тек 24 жасымда бала туғаннан кейін басым және мойным ауыра бастады. Жарты жылдай шыдап жүрдім. Кейін қаралғанымда остеохондроз деген диагноз қойды. Бірақ тексеруді тоқтатпадық. Нәтижесінде менде сирингомиелиялық синдром Арнольд Киари аномалиясының екінші типі анықталды. Арнольд Киари 5 түрлі дәрежелі болады. Ауыр түрлері туа біткеннен алғашқы дүниеге келгеннен кейін алғашқы күндері, алғашқы айлар, алғашқы жылдары белгі бере бастайды. Яғни егер Арнольд Киари бар болса,
оның симптоматикасы болады. Жолында болатын сирек ауру анықталғаннан кейін 2 ай ішінде Заринаға өте күрделі операция жасалған. Тағы бір айта кетерлігі, бұл туа біткен дерт және оны дер кезінде анықтамағанда кейіпкеріміз сал болып қалуы әбден мүмкін еді. Последствия могли быть такие, как мне объяснили доктора. Сирингомиелиялық киста бар екенін анықталғанда өміріме қауіп төніп тұрды. Бұл диагноз қыста қойылды. Дәрігерлердің айтуынша, сол кезде егер мен көшеде тайып құлап қалсам да киста қозғалып, жолымды қысып, менің аяқ-қолым істемей қалуы да ғажап емес еді. Соны болдырмау үшін операция жасауға бірден келістім. Ал операцияның қалай өткенін білу үшін сол кезде біздің кейіпкерімізді емдеген дәрігермен де тілдестік. Это было сложно, и случай очень был сложный. Мы обычно оперируем... Әдетте біз сирингомиелиялық синдромның бастапқы сатыларында операция жасаймыз. Ал Заринаның жағдайында ауру қатты асқынып кеткен еді. Бұл өте күрделі операция болды. Біз оның желке тұсына да, жұлынның өзіне де операция жасадық. Кистаны ашып, дренаж қойдық. Әдетте мұндайда науқас қалыпты өмірге оралмайтынын түсінеді. Өйткені операция ауруды толық емдемейді. Ол тек дамуын тежейді. Өмір сүруін жеңілдетеді. Тек 30% жағдайда науқастың денсаулығы жақсаруы ықтимал. Міне Зарина сол 30%-ке кірді. Және онда оң динамика байқалды. Осы тұста айта кетейік, сирингомиелиялық синдром бұл созылмалы ауру. Ал операциялар тек жұлынға жиналған сары суды азайтып, адамның өмір сүруін жеңілдету үшін жасалады. Дегенмен мұндай науқастардың қимыл қозғалысына қатысты бірқатар шектеулер болуы да мүмкін. Хожу в спортзал, обязательно занимаюсь с тренером. Тренер знает о моем заболевании. Мен спортзалға барамын, бірақ тек жаттықтырушының көмегімен жаттығу жасаймын. Өйткені ширақ қимылдар жасауға, жүгіруге, секіруге болмайды. Тіпті оңға, солға қарағанда басымды бұрмаймын, тұтас денеммен бұрыламын. Бірақ мұның барлығы маған өмір сүруіме кедергі келтірмейді. Операция жасалғанына 10 жылға таяп қалса да, Зарина ұлттық нейрохирургия орталығына келіп денсаулығын тексеріп тұрады. Өйткені жұлындағы киста ешқайда кеткен жоқ. Тек оның айналасына арнайы түтікше, басқаша айтқанда дренаж қойылған. Бірақ бұл науқастың жалпы жағдайына аса қатты әсер етпеген. Бүгінде Зарина спортпен айналысады, ал былтыр Латын Америкалық биге де қатысқан. Жақсы ем жасалса, сирингомиелиялық синдромы бар науқастар толыққанды өмір сүре алатынын осыдан ақ аңғаруға болады. Сирингомиелиялық кистасы бар, Арнольд Киари бар. Орташа науқас қандай болады десеңіз, әдетте ол адам бала кезінен басы ауырғыш. Басы қайты жиі ауырады, шаршаса, дұрыс демалмаса басы ауырады. Әртүрлі физикалық күш түскенде, шаршағанда, ауыр жұмыс істесе басы ауыратын болады. Содан кейін, егер елемей жүре беретін болса, сирингомиелиялық киста қалыптасып, ол науқас аяғының, қолының ұйытынына, аяғының, қолының жан сезбей қалып бара жатқанына, ыстық пен суық сезбейтініне, күйіп жатқандай болып ауыратынына, аяғының немесе қолының әлсіз екеніне, аяқ-қолдың күшінің кетуі, яғни бұрын істеп жүрген әдеттегі жұмыстарын істей алмайтын болып бара жатқанына шағымданады. Ал аталмыш ауру несімен қауіпті дейтін болсақ, біріншіден ол ешбір белгі бермеуінде дейді дәрігер. Яғни сирингомиелиялық синдром туа біткен ауру. Бірақ адам есейгенше ол жайлы білмеуі де мүмкін. Ал алғашқы симптомдары басталғанда, кей мамандар бұл ауруды остеохондрозбен шатыстырады. Орталық дәрігерлерінің пайымдауынша, стереотипті ойлау жүйесі сапалы ем жасауға кедергі келтіреді. Очень много проблем связано даже не с тем, что где-то сильно там парализовало человека или что. Кейде адамның жағдайы қатты нашар болмаса да, ол диагнозды естігенде өзін ауру сияқты сезіне бастайды. Невропатологтар сирингомиелиялық киста өседі, соңында сал болып қалуыңыз мүмкін деп ескертеді. Соны естіп алған адам қатты уайымдап кетеді. Мұндайда аурудың өзінен адамның үрейі күштірек болады. Сондықтан біз психолог ретінде де көмек көрсетуге тырысамыз.
Дәрігерлердің айтуынша, операция бұл тек жарты жұмыс. Науқастың өмір сүру сапасының жақсаруы тікелей оңалтуға және өзінің ынта жігеріне байланысты. Науқас дәрігердің берген кеңесін орындай ма? Жаттығулар жаса бұлшық еттерін шынықтырады ма? Әлде ауру осымен кетті деп жата бере ме? Сол маңызды. Жалпы ақ халаттылар омыртқасына операция жасатқандардың басты проблемасы олардың жаттығу жасамайтындығында дейді. Сондықтан тісті күнделікті тазалаған сияқты жаттығуларды да күнделікті жасап тұрған абзал.